кешкі серуенде бір ойлар келіп жатыр да. Бір кісілердің айтқан әңгімелері. Бір әйел адам айтады, бірде күйеуіме ренжіп шұлығымды киіп атсам жыртық екен дейді да. Содан ашуланып кетіп айттым дейді. Тап көше сыпырсам да бұдан былай носкиді өзім алармын енді депші. Ана енді ашу үстінде айтқан ғой. Содан бір қызығы дейді, шамалы уақыт өткеннен кейін енді бір жағдайларға байланысты қалай екенін қайдам дейді. Көше сыпырушы болып жұмысқа тұрдым дейді да. Қалай соған жеткенімді өзім білмей қалдым дейді. Қазір бірдеңе айтуға қорқатын болдым дейді. Негізінде жақсы сөз сөйлеу керекпіз ғой. Бір жігіт вахтаға кетіп бара жатып, жаңағы мамасына айтып жатыр дейді. 20 жылдыққа келем осындай уақытта деп, багажға жатып келсем де келем деп. Негізі жақсы сөз сөйлеу керек. Сол жақта апат болып қайтыс болған оқыстан сол несін багажбен әкеліпті, денесін. Енді біз өзіміз дінде болғаннан кейін көп адамдармен сөйлесеміз, неше түрлі жағдайларды естиміз. Сонда шынымен де қызық. Атам қазақ айтады, жақсы сөз жарым ырыс дейді. Шын мәнінде де. Сонда шариғатымызда да айтылады, сондай уақыттар болады екен. Біз не айтсақ та сол кезде қабыл болып кететін сондай уақыттар болады екен. Жақсы сөйлесек те, жаман сөйлесек те қабыл болып кетеді екен. Сол себепті үнемі жақсы сөзде болайық. Жақсы сөз сөйлеп, жақсы ойда жүрсек, нұр үстіне нұр. Аллах тағала біздің тілімізден тек жақсы сөздер шығуды нәсіп етсін. Сондай салихалы, тіліне ие болған, жақсы сөз сөйлейтін құлдарының қатарынан болуды нәсіп етсін біздерге. Аман болайық, аман болыңыздар.